Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөліністерінің қызметкерлерімен ел аумағында дәрмек республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Операцияны өткізу кезінде өз қызметінде медициналық препараттарды пайдаланатын 900-ға жуық кәсіпорын мен ұйымдар тексерілді. Есірткі және улы заттармен жұмыс жасау саласында 22 қылмыстық құқық бұзушылық анықталды. 230 адам, оның ішінде 48 медицина қызметкері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сақтау ережелерін бұзған үшін 43 килограмм есірткі және психотроптық заттар, 9000-нан астам дәрі және медициналық препараттардың 15000-ға жуық ампуласы тәркіленді. Лицензиялау нормалары бұзылған және техникалық нығайту талаптарына сай келмейтін сақтау объектілеріндегі 3000 тоннадан астам прекурсордың айналымы шектелді. Мысалы, тексеру барысында Солтүстік Қазақстан облысының өнеркәсіптік объектілерінің бірінде улы заттармен жұмыс жасау ережелері бұзылғаны анықталды. Ол жерден 45 килограмм сынап табылып тәркіленді. Сонымен қатар, елордадағы медициналық ұйымдардың бірін тексеру кезінде есірткі құралдарын сақтау және жою ережелерінің бұзғандығы анықталып, 350 ампула морфин тәркіленді. Мұндай құқық бұзушылықтар үшін 160 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне дейін айыппұл немесе 40 тәулікке дейін қамауға алу түріндегі жаза қарастырылған. Бұл бағытта жұмыс жалғасуда.